Қош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Шайдың адам ағзасы үшін пайдасы бар. Бүгін сіздерге шайды дұрыс ішудің медициналық тұрғыдан дұрыс екенін айтатын боламын. Бірінші кеңес: шайды аш қарынға ішпеңіздер. Ол асқазан үшін зиян. Яғни аш қарынға ішілген шай асқазанның шырышты қабатын зақымдайды. Екінші кеңес: сумен бірге шайды қайнатпаңыздар. Демек, бұл жерде суды шаймен қосып қайнататын болсаңыздар, шайдың құрамы өзгереді. Бұл шайдың адам ағзасына пайдасынан гөрі зияны көбірек болады. Шай демдеудің ең дұрыс жолы бұрынғы ата-әжелеріміз секілді жылы сумен шайнекті шайып, ішіне құрғақ шай салып, үстіне қайнаған суды құйып, шайнектің үстін 5-10 минутқа жауып қойып, сонан соң ішкен дұрыс. Сонда шайдың құрамындағы жақсы витаминдері, минералдары суға шығатын болады. Тек шай ғана емес, емдік шөптерді де осылай бұқтырып ішкен пайдалы. Сонымен қатар қайнаған суда сәл суый бастайды. Үшінші кеңес: шайды қайнаған бойда іше бермеңіз. Төртінші кеңес: шайды ащы етіп ішпеңіз. Қаныңызды кемейтіп, яғни азайтып жібереді. Тамақтан соң ащы шай ішкенде жеген тамағыңыздағы витамин минералдарды ағзаға сіңірмей сыртқа шығарып жібереді. Мұнан соң қаныңыз азайып кетеді, немесе қоюлап қалады. Суып қалған шайды қайталап іше беруге болмайды. Бесінші кеңес: тамақтанардан алдын шай ішпеңіздер. Біріншіден, аш қарынға шай ішуге болмайды. Асқазанның шырышты қабаты бөлінеді деп айтып өттім жоғарыда. Екіншіден, шайдан соң жеген тамағыңыздан бөлінген пайдалы витамин минералдар ағзаға сіңбей қалады. Үшіншіден, тамақты қорытуға дайын тұрған асқазан қышқылының құрамы бөлінеді. Демек, тамақтың алдында тек жылы су іше тұрған пайдалы. Алтыншы кеңес: дәрі таблеткаларды шаймен ішпеңіздер. Дәрінің 70% құрамын шай жойып жібереді. Осымен аударманы аяқтаймын. Ақпараттар пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контенттің көтерілуіне көмек беріңіздер. Егер қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, жаңа шыққан видеоның ескертпесі сіздерге барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.